Қайырлы күн, әріптестер. Алматы қаласы білім басқармасы қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми-әдістемелік орталығы техникалық және кәсіптік білім беру бөлімінің жоспарына сай IT құзыреттілігіңді жетілдір жобасы аясында коллаборативті орта құрудың интербелсенді тәсілдерінің жиынтығы педагогикалық айкидо тақырыбында колледж педагогтері үшін қалалық оқыту семинары ұйымдастырылып отыр. Бүгінгі өз тәжірибесімен бөлісетін әріптесіміз арнайы пән оқытушысы, нөмірі 1 Алматы Қазақ гуманитарлық педагогикалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Әуелова Мөлдір Мұхтаровнаға өз тәжірибесімен бөлісетін болады. Ендеше бүгінгі ұйымдастырылып отырған семинарымыз сіздердің жұмыстарыңызда, тәжірибелеріңізде жұмыс жасауға көптеген жаңағы жеңілдетуге жұмыстарыңызды және жақсы орындауға көмектеседі деп үміттенеміз. Мөлдір Мұхтаровна, осындасыз ба? Иә, сәлеметсіздер ме? Мен осындамын. Бастай беріңіз онда. Бізге доступ бересіз ба слайдыңызды қосуға? Қазір 1 минут. Берілді ма? Сәлеметсіз бе? Иә, берілді. Доступ берілді. Жақсы, бастай беріңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен нөмір 1 Алматы Қазақ гуманитарлық педагогикалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Әуелова Мөлдір Мұхтарқызы. Мен сіздермен бүгінгі бөліскелі отырған жобамның тақырыбы коллаборативті орта құрудың интербелсенді тәсілдерінің жиынтығы педагогикалық айкидо тақырыбы. Біз қазір қандай қоғамда өмір сүріп отырмыз, яғни біз қоғамда жаңарып отырған, күрделі күн сайын артып отырған, тез жетіліп отырған заманда өмір сүріп отырмыз. Яғни бізге білімді болу деген сөздің өзі қазір жеткіліксіз. Яғни біз өмір бойы білім алуды оңтайландыру үшін, өзіміздің жеке қабілеттерімізді жан-жақты дамытып, оларға жан-жақты жетілдіру үшін, өзіміздің алдымыздағы білім алушыларға да жан-жақты креативті, тез шешім қабылдай алатын, өз ойларын ашық жеткізуге қабілетті балаларды тәрбиелеу біздің негізгі міндетіміз болып отыр. Яғни осы мақсатта біз өзіміздің сабағымыз барысында көптеген жаңа платформаларды, жаңа жасанды интеллект құралдарын пайдаланып келе жатырмыз. Яғни осы бүгінде мен сіздермен бөліскелі отырған жаңа платформа, яғни Quripod платформасы. Quripod платформасы ол бізге несімен ыңғайлы, несімен тиімді. Яғни Quripod платформасы ол бізге интеллектінің көмегімен жұмыс жасауға, ол оқушылар мен білім алушылар арасында презентацияларды, онлайн платформаларды құруда, яғни сұрақтар мен викториналық тапсырмаларды, пікірталастарды ұйымдастыру кезінде тиімді болады. Quripod арқылы біз не істей аламыз? Яғни слайдтар жасай аламыз, интерактивті тапсырмалар орындай аламыз, жасанды интеллекттің көмегімен көптеген контенттер жасай аламыз, оқушылармен кері байланыс ала аламыз және әртүрлі платформалардың жиынтығы ретінде қолдануға мүмкіндігіміз болады. Енді осы Quripod бізден ары қарай Quripod программасының мүмкіндіктерімен танысайық. Иә, сіздердің алдарыңызда Quripod программасы ашылды ма? Егер ашылса, ашылды деп айтсаңыздар, иә. Quripod программасына қалай кіреміз? Біз Quripod программасына кіру кезінде Мөлдір Мұхтаровна, ашылған жоқ, слайдыңыз тұр ғой деймін. Дұрыстар, иә? Жақсы. Яғни біз Quripod программасын қолдану кезінде біз не істейміз? Google жолағына, яғни сіздер өздеріңіздің Google жолақтарыңызға quripod.com деп жазатын болсаңыздар, біз бірден Quripod программасына не істей аламыз? Кете аласыздар. Яғни Google платформасынан сіздер бірден Quripod программасына өтіп кете аласыздар. Яғни сіздер Quripod программасына өткен кезде сіздерге көрініп тұр, әріптестер, бір звук шықпай кетті, менен бе екен интернет желісі. Сіздерге естіліп тұр ма? Әріптестер? Көрініп те естіліп те тұр. Жақсы, рахмет, айта беріңіз.
сіздер осы Google жолағына kuripod.com деп жазған кезде сіздер бір тіркелесіздер өздеріңіздің аккаунттарыңызбен. Мен алдын ала тіркеліп қойғанмын, сол үшін менде бірден осы платформаға өтіп кете аламын. Иә, бұл платформада сіздер өздеріңіздің жұмыстарыңызды оңтайландыру мақсатында кірген кезде басты бетінде главное деген, яғни басты бетте тұрады. Осы главное батырмасында сіздер получить урок батырмасын басасыздар және өздеріңіздің керекті тақырыптарыңызды жазсаңыздар, бұл жерден жасанды интеллект сіздерге өздеріңіздің тақырыптарыңызға қатысты тақырыптарды тауып береді. Мен өзім арнайы пәннен сабақ берген, арнайы пән оқытушысы болғаннан кейін, мен осыған дейінгі қолданған жұмыстарымды көрсете беремін. Яғни біз бұл жерде өзіміздің жасаған жұмыстарымыздың барлығы сақталып тұрады. Кез келген уақытта сіздер кіріп қолдана бересіздер. Яғни мен бұл жерде сіздерге өзімнің сабағыма қатысты темперамент тақырыбын алып көремін. Яғни темперамент тақырыбында біз не істей аламыз? Яғни бірінші жаңағыда темперамент деп жазамын. Сабағымның тақырыбын темперамент тақырыбын жазған кезде менде не ашылады? Осы жасанды интеллект тапсырмалардың легі ашылады. Яғни бірінші бұл жерде бізде темперамент тақырыбына қатысты бізге жасап берген Kuripod платформасының мүмкіндіктері. Бұл жерде сабақты мақсатын да береді, және сабаққа қатысты балалармен жұмыс жасауға мүмкіндікті де береді. Иә, енді бұл жерде бірінші танысу ретінде тақырыпқа мақсат ретінде беріп отырады. Одан кейін бізге ары қарай тапсырмаларды викториналық сұрақтар ретінде ұсынып отырады. Зерттейік деп береді бұл жерде бөлімдерінде. Және біз балалармен тапсырмаларды осылай орындай аламыз. Бұл платформаның негізгі мүмкіндігі, немесе негізгі фишкасы қалай деп айтамыз, иә? Яғни бұның негізгі фишкасында біз балалармен бірінші талдап болғаннан кейін жоғарғы бұрышында бастау деген батырмасы бар. Егер сіз осы бастау деген батырманы басатын болсаңыз, иә, бізге не ашылады? QR-код беріледі. Сіздер енді өздеріңіздің телефондарыңызбен осы QR-кодты сканерлесеңіздер болады. Барлығыңыз кімге мүмкіндік бар, телефондарыңызбен сканерлеп көріңіздер. Сканерлеген кезде сіздерге осы платформа негізі ағылшынша атау береді сіздерге. Соның астында тағы да кішкене терезе ашылады. Сол терезеге сіздер өздеріңіздің қазақша аттарыңызды жазасыздар. Бізде қазір 2 адам. Сіздер кері байланыс беріп отырыңыздар. Иә, бізде 2 адам қосылды. Осы QR жасасаңыздар, ол ешқандай нәрсе сұрамайды. Бірден сіздер осы платформаға өтіп кетесіздер. Сонымен ары қарай біз балалармен бірге дәл осылай жұмыс жасай аламыз. Қазір бізде 3 адам кіріп отыр. Тағы да кірсеңіздер, QR-кодты сканерлесіздер, бірден өтіп кетесіздер. Өздеріңізге берген ағылшынша атауларды ұмытпаңыздар. Оның астына сіздер өздеріңіздің қазақша аттарыңызды жазып отырыңыздар. Кішкене терезе ашылады осы жерден. Қазір бізде 6 адам қосылды. Сіздердің студенттеріңізде дәл осылай қосыла алады. Сіздер 25 студентпен, 20 студентпен, немесе 12 студентпен, қанша студенттеріңіз бар, сонша студентпен кіре аласыздар. Бұл платформа тегін, ақылы түрлері де бар, бірақ біз көбіне тегін мүмкіндіктерін пайдалануымызға болады. Бізде сонымен 7 оқытушы кірді. Енді 7 оқытушымен осы бүгінгі ары қарай сабағымызды жалғастыра берейік. Енді біз осы жерде мен қазір начать батырмасын басқан кезде сіздер жаңағы неге өтесіздер? Слайдқа менімен бірге өтесіздер. Сіздерге де көрінді ма? Иә. Көрінді, иә. Енді біз жаңағы жоба жасап берген ары қарай жұмыспен бірінші сыныптың мақсатымен таныстық. Енді сіздер бұл жерде балалармен жұмыс жасау кезінде қараңыздар, бірінші мына жерде мақсаты деп шыққан кезде ешқандай уақыт көрсеткен жоқ. Бұл жерде біз балалармен жұмыс жасай алмаймыз. Егер уақыт көрсетпесе, бұл тек қана ашық талқылауға арналған сұрақ ретінде ғана беріледі. Ал екінші бетін өткен кезде бізге береді 3 минут деген уақыт берді. Минутты мен көбейте аламын. Тапсырманың күрделілігіне байланысты немесе минутты азайта аламын, иә. Қазір мен сіздерге 1,5 минуттық уақытты қоямын. Енді сіздер 1,5 минутта қазір мен бастау батырмасын басқан кезде осы жобаны платформаның берген тапсырмасын оқып алыңыздар қазір. Содан кейін осыған байланысты сіздер өздеріңіздің жауаптарыңызды сурет ретінде саласыздар. Енді астына қарасаңыздар, төмен жағында ең таныс суретке дауыс береміз деп тұр, иә. Ең жақсы суретке сіздерге не береді? Жоба платформа өзі бағасын беріп отырады.
Яғни қазір мен бастаған кезде өзіңіздің қуанышты немесе ренжулі кезіңізде ойлаңыз және сол кездегі өзіңіздің бейнеңізді суреттеңіз деп тұр. Мен уже сіздерге уақытты бердім. Сіздер енді ашылған тақтаға өздеріңіздің суреттеріңізді бейнелеп салуларыңыз керек. Темперамент тақырыбына қатысты бұл жерде, яғни қуанышты, қайғылы немесе ауа райы әсер етеді ма, қандай уақытта көп қуанамыз, қандай уақытта көп ренжиміз деген сияқты негізгі мәселелерді қарастырып отырамыз. Бізде 1 минут уақыт бар. 1 минут уақытта сіздер өздеріңіздің суреттеріңізді асықпай салсаңыздар болады. Егер сіздер тез аяқтап қойсаңыздар, маған белгі беріңіздер, мен уақытты өзім де тоқтата аламын. Егер сіздер тез аяқтап қойдық, біз барлығымыз суретімізді салып қойдық десеңіздер. Ал бірақ сіздердің сурет салуға әлде де 50 секундтай уақыттарыңыз бар. Бұл платформада тағы да сіздер егер де суреттер салып болғаннан кейін платформа өзі студенттерге кері байланыс береді соңында. Жақсы, тырыстыңыз деп. Біреуге орысша келеді, біреуге қазақша келеді. Платформа өзі қалай сіздерге жібереді, солай кері байланысты ала аласыздар. Бізде 25 секундтай уақыт қалды. Егер біз аяқтадық десеңіздер, маған белгі беріңіздер. Біз аяқтадық. Аяқтасаңыздар, бізде 10 секундтай уақыт қалған еді. Мен тағы да ары қарай не істей аламын, өзім де тоқтата аламын. Жақсы, бізде дайын қазір бізге жасаған мұғалімдердің, оқытушылардың несі суреттері көрінеді. Яғни біз барлығымыз бірге көре аламыз. Артықшылығы неде? Яғни біз артықшылығында бізде 2 оқытушы ғана кері байланысын жасапты. Яғни бұл уақытты үнемдейсіз. Осылай студенттердің барлығы бірден салып бере алады сізге. Яғни бірден барлығын ести алады, жұмысты орындай алады. Біртіндеп емес, барлығын бірден біз неден көре аламыз? Тақтадан бірге көріп отыра аламыз. Дәл осылай біз істей алады екенбіз, сіздермен студенттердің жұмысын талдай алады екенбіз. Тек қана сурет алады деп ойламаңыздар. Бұл жерде өзінің ойын жазуға да болады, өзінің негізгі жаңағыдай суреттен басқа да іс-әрекеттермен орындауға болады. Оның алдындағыға қарасаңыздар, бұл жерде ашық талқылаймыз. Темперамент деген не деген сұраққа жауап береміз. Оның астына сізге критерияларын да беріп тұр. Төменгі жағында темперамент не деп береді, соның төменгі жағында бізге ерекшеліктерін, темпераменттің негізгі критерияларын да береді. Келесі тапсырмасында тағы да бізге уақыт беріп тұр. Демек, бұл жерде де не істей аламыз? Студенттермен бірге жұмысты орындай аламыз. Мен сіздерге енді 2 сөзден немесе одан да көп сөздерді қолданып, осы темперамент деген ұғымға өзіңіз анықтама беріңіз деп тұр. Мен сізге енді 40 секунд уақыт берейін, сіздер бұны да орындап көрейік. Тек қана сурет салуға ғана емес, жазуға да болатындығын көреміз. Жаңағы сканермен кіресіздер, қайтадан сол сканерларыңызбен кіріп, өздеріңіз соны жасай бересіздер. Сіздерге ашылып тұр ғой, 30 секунд қана уақытыңыз қалды. 2 сөзді немесе одан да көп сөздерді пайдаланып, темперамент дегеніміз не? Темперамент сезіну ма? Темперамент әсер ету ма? Темперамент әрекет ету ма? Қандай сіздердің жауаптарыңыз болады? Өздеріңіздің болжамды жауаптарыңызды жазасыздар. Болжамды жауапты студенттер жазғаннан кейін сіздер соның ішінен ең керемет жауапты таңдап, өздеріңізде кері байланыс жасап отырсаңыздар болады олармен, студенттермен. Бұл студенттер үшін қызықты және сабақты бәріміз бірге орындауға мүмкіндігі көп. Және бұл өте тиімді платформа. Жеңіл, балалар үшін жеңіл, қолжетімді, тиімді платформа. Яғни біз бұл жерде енді қандай жауап жазғанын тағы да бірге көре аламыз. Темперамент сезіну депті. Темперамент сезіну деген, темперамент ерекше деп аяқтаусыз қалған екен. Демек, дәл осылай сіздер өздеріңіздің жауаптарыңызды балалармен бірге көруіңізге болады. Бұл тиімділігі осында, яғни бұл жерде темпераменттің түрлеріне мәселе беріледі және оның шешімі. Бұны біз балалармен не істейміз? Ашық түрде бірге талқылай аламыз. Яғни бұл темперамент не дегенімізді тағы да бұл жердегі бөлімінде, яғни бұл берген платформаның ойынның түрінде біз бұл жерде өзіміздің жеке жауаптарымызды жазуға мүмкіндігіміз болады. Енді біз бұл платформадан
Платформаның тағы да қандай мүмкіндіктері бар, платформаның тағы да қандай мүмкіндіктері бар екенін қазір мен сіздерге слайд арқылы да көрсетемін. Қандай мүмкіндіктерін қолдана аласыздар. Бір ғана осы несін түрін ғана деп ойламаңыздар, өздеріңіз жасай аласыздар, өздеріңіз егер өзгерте аласыздар, редактирование жасай аласыздар, өздеріңізге керекті мәліметтерді қарастыра аласыздар. Яғни сіздерге қазір экрандарыңызда көрінген болса, бұл платформаның көмегімен қандай жұмыстар жасай аласыздар, слайдтарыңызды жасай аласыздар, өздеріңіздің түрлі тестілеріңізді орындай аласыздар, сабаққа қажетті әртүрлі балалармен бірге күн тәртібін құра аласыздар, викториналық сұрақтар осы бөлімдерінен құра берсеңіздер болады, иә. Мына екінші тағы да бөлімін ашсаңыздар, бұл жерде тағы да сұрақтардың, викториналық ойындардың көптеген түрлерін қолдануға болатындығын көресіздер. Яғни бұл біз үшін тиімділігі осында, қолжетімді, балалар үшін жеңіл, оңай түрде қолдануға болады, иә. Біз бүгінгі жобамыздың платформамыздың қорытындысында нені айтамыз? Яғни қорыта келе жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес алынған айкидо стиліндегі интербелсенді әдіс тәсілдерді біз сабақ барысында тиімді қолдансақ, өзіміздің сабағымызда енгізсек, онда білім алушылардың оқу-танымдық белсенділігін арттыруға, өз бетінше білім алуға, өз бетінше жұмыс жасауға, топта, жұпта, жеке жұмыс жасауға, өз білімін тиянақты орындауға, өзінің ойын ашық айтуға мүмкіншілігіміз туады. Білім алушылар өз пікірлерін ашық айтуға, бір-бірін тыңдауға үйренеді, топта ынтымақтастық атмосфера құрылады. Сондықтан бұл платформаны сіздер өз пәндеріңізде, өздеріңіздің жұмыстарыңызда қолданудың тиімділігін тағы да өз бағыттарыңызда сынап көріңіздер. Қандай нәтиже күтеміз біз осындай жобаларды қолдану кезінде, платформаларды қолдану кезінде? Білім алушыларда бір-бірімен жұмыс жасайды, еркіндікке үйренеді, ынтымақтастық орта құрады, бір-бірінің жұмысын тыңдауға үйренеді, күрделі тапсырмаларды оңай түрде есте сақтап қалуға бағытталады, бір-бірімен белсенді қарым-қатынас жасауға бағытталады. Бұл платформаны мүмкін сіздер өздеріңіздің араларыңызда қолданып жүрген әріптестеріңізде бар шығар, иә. Сіздер үшін тиімді болды деп ойлаймын. Сіздер үлгердіңіздер ма бірге жасауға, бізбен бірге жасап көруге? Мөлдір Мұхтаровна, сіз аяқтадыңыз ба? Иә. Рахмет сізге көп. Әріптестер, осы сұрақтарыңыз болса, осы жоба бойынша ұсыныстарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Және бұл айта кетейін дегенім, жазба біздің YouTube каналымызға жүктеледі. Асықпай тағы қарасаңыздар болады. Тағы қосымша сұрақтарыңыз болса, Мөлдір Мұхтаровна, телефоныңыз жазсаңыз, ана жерге чатқа қалдырсаңыз, керек әріптестеріміз алып сізге хабарласатын болады. Және осы IT құзыреттілігін жетілдір жобасы ай сайын сіздерге жоспарға сәйкес өз жалғасын табатын болады. Енді сұрақтарыңыз болса, Мөлдір Мұхтаровнаға қойсаңыздар болады. Әріптестер, ұсыныстарыңыз бар ма? Сіздерге ең жеңіл, әрі сіздердің жұмысыңызды жеңілдететін, тез табылатын, ешқандай код, ештеме жазбай жасауға болатын жақсы бір әдістемені көрсеттік. Және жұмыс жасағанда бар балдар бірге қатысып отырады. Қазір балдардың бәрінде сотовый телефон бар ғой енді. Кері байланыс ала аласыздар. Жаңа қорытынды жасап кеттіңіз, өте жақсы, түсінікті болды. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сұрақтарыңыз жоқ қой деймін, иә? Бәрі түсінікті болды ғой. Ендеше тағы YouTube каналымыздан қосымша көре аласыздар. Рахмет. Жақсы. Сау болыңыздар онда. Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Мөлдір әріптесімізге көп рахмет. Жақсы, рахмет сіздерге. Мөлдірге сәттілік, көп рахмет. Большое спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. Рахмет, сау болыңыздар.